Биыл берік отбасы жобасы аясында біз тек бір ғана 7-ші сыныпты эксперимент ретінде жұмыс жасап жатырмыз. Бұл жердегі пікір сайыстар, түрлі тренингтер, жаттығулар, ата-аналарға арналған талқылау жұмыстары негізінен 7 бөлімнен тұрады. Как известно, подростковое поведение во многом зависит от семейных факторов. На наших интерактивных тренингах родители и дети учатся находить пути решения семейных проблем. Баланың мінез-құлық ерекшеліктерінің өзгеруіне байланысты ата-ана мен баланың ортасындағы қарым-қатынас, қазіргі уақыттағы өзгерісі, есейе бастаған баланың мінез-құлқы, олардың дамуы, қалыптасуы, осылардың барлығы семинарда қаралды. Біз бұған дейін, Бекзатқа дейін 3 бала өсіріп жібердік, үлкен азамат қылып. Сонда біз балалардың көп нәрсесін өзіміздің жіберіп алғанымызды енді біліп жатырмыз. Жобаға қатысқалы өзіміздің ойымызды өзгерттік, жанұямыздың күнделікті тірлігінде көп өзгерістер енгіздік. Баламызбен бұрынғыдан да жақындай түстік.